Ассалаумағалейкум. Мынау махыр деген мәселесі өте қиын болып барады, құрметті ағайындар. Махыр дегенді білесіздер, бұл 2 жас үйленген кезде жігіттің қызға беретін уәдесі, некені қиып жатқан кезде. Біреулері машина сұрап жатыр, біреулері бриллиант сұрап жатыр, біреулері коттедж сұрап жатыр, алтын комплекті сұрап жатыр. Осы TikTok әлемінде 2 жастың некесін қиып отыр имам. Махырға не сұрайсыз десе, Camry 50 дейді. Ауыр емес па десе, жоқ, бұның жағдайы жетеді ғой дейді. Құрметті ағайындар. Мына сол қыз, соның жағдайына қарап тұрмысқа шығып атқан қыз да ол. Қазір жақсы көріп, сүйіп, мынанша жыл, пәлен жыл жүріп, қосылу деген жоқта, байлығы бар ма? Оның астына машина мінгізуге жағдайы жетеді ма? Алтын комплект тағуға жағдайы келе ма? Болды. Ессіз қатын болады соған. Бұл қатын деген кім, ағайындар? Айтыңыздаршы. Қатын деген Camry мініп, көтіне тырыстырып, шалбарды киіп, шашын иығынан кесіп, шайтан ұстап көшеде жүретін қатын ба? Қай ата-бабаларыңыз махырға Camry беріп, астына машина мінгізіп, қай әжелерімізді жүргізіп қойды, құрметті ағайындар? Бірдеңе десең, заманына қарай, заман орнында адамдарда қанағат деген нәрсе қалмай баратыр, құрметті ағайындар. Тәлім, тәрбие деген нәрсе жоқ болып баратыр. Қатын дегенде не үшін алады адам? Артынан ұрпақ қалдыру үшін. Ана баланың әкесі мен шешесіне адал қызметін жасау үшін. Өмірлік жары жұмыстан келгенде күлімдеп қарсы алып, шай тамағын беріп, киімін жуып, өтіктеп, күліп, жұмысына шығарып салу үшін алады қатын дегенді. Құрметті жастар, мына қазіргі жастарымыздың мына сана сезім деген нәрсесін бәрі су болып ағып бара жатыр. Үйленбей жатып, орамал деген нәрсені абсолютно ұмытып баратыр. Орамал жоқ, ол келін ба, келін емес па, қыз ба, ажыратамай қаласың. Қатын деген бала туып, үйдің тірлігін істеу үшін алады. Тайраңдатып, астына Camry 50-ны мінгізіп қойып, көшеге мәдеп, қалтасына $1000 ақшаны салып қою үшін алмайды. Құрметті ата-аналар, ата-енелер, кішкене қараңыздар келіндеріңізге. Кішкене мән, мағына беріңіздер жүріс-тұрысына.